Сәлем достар, Назым мен Арайдың каналына қош келдіңіздер. Бүгін біздің үйдің екі қызы балаға айналып кеткен, яғни бала болып кетті екеуі де. Қазір ана жақта екеуі ойнап жатыр. Видеоны соңына дейін көріп, лайктарыңызды баса беріңіздер, достар. Қараңыздар достар. Қыздар, қалай бала болып кеттіңдер? Енді менде 3 жыл ма? Назым. Не? Маған қараңдаршы. Өздерің таныстырмайсыңдар ма? Менің атым Талған. Менің атым Нұрхан ғой. Нұрхан менің атым. Сен өзің киімің таныстыр. Неге бұлай киін алдың? Жасың нешеде? Менің жасым 10-да. Сен мұрт салып алғанды мысықта қалай ол? Осындай. 10 жаста еще мұртың бар ма? Ал менің жасым. Бірінші тұра Арай, Назым өзін таныстырып алсын, сосын сен таныстырасың. Менің киім осындай. Мен осындай киінем, сосын фишка ойнаймын. Достар, қараңыздар, қалай бала болып кеткен бұлар деген. Мен 2 рет жиналдым. Молодец. Ал сен таныстыр. Мен нешедегі айтайын, мен 11-демін. Қалуан 10-да, сен 11-десің ба? 6-дамын. 6-дасың. Мен опалғы. Енді сен 10-дамын дедің, мына 11-демін деп тұр ғой? 10-да емес, мынау 6-да маған айтты. Мен 6-дам. Сіз неге бұлай киініп алдыңыз? Мен солай киінем мен оны. Осылай киінген ұнай ма? Я еще қымбат тұрады. Шегол. Ал қандай өнерлерің бар, көрсетіңдер маған? Біз бәрін билеп бар не? Билеп беріңдер. Олар қалай билейді, соны көрсетіңдерші. Мен қатырам ғой. Қайсы ұлдардың? Сен тентек бұзық ұл сияқтысың ғой да? Қайдан біліп қойдың. Түрің көрініп тұр ғой. Уэнстау. Өлең айтып білесің? Өстау. Мұна ұл жатыр нөледі. Тұқта. Өзбекші ма? Білмейм. Жақсы білмейді. Сіз қандай білесіз? Тұрыңыз. Ой. Мұна ұлды қара. Бұл қандай ұл екен? Тентек бе екен, ақылды ұл ме екен? Болды. Араға келейін. Арам жоқ, братым. Қалай сөйлесесің? Бар екен. Дүкенде арақ толтырған жоқ па? Ақшам жоқ. Бер ақша. Баре, мамаға сұра. Менде ақша жоқ, бірақ мамаға айтпа. Бер ақша бол. Мұнда арақ жоқ. Бар мамаға айт, ақша жібереді. Нан алып келем де өтірік кел. Қалай өтірік айтам мен мама? Өзіне өтірік айтпа. Қалай сөйлесесің, шигол? Өзім білем, шигол. Сөйлесесің ба? Кейде. Шиголе. Болды. Не істеватсыңдар? Бұл үйдің 2 бұзық баласы. Достар, мен 2 қызым балаға айналып кеткен, қараңдаршы. Мынау бұзық балаға айналып кеткен, мынау ақылы тасып тұрған балаға айналып кеткен. Түсеміз Мына екеу. Қойыңдар. Қоймаймыз. Менің 2 ұлым, менің құрметті 2 ұлым, қойыңдар. Жоқ, төбелеспеңдер. Сен ағасың, мынау інісі. Болмайды қырылуға. Қой. Сен оған ақыл айт одан да. Ема? Ақша ермей. Сабақ оқысайын, сабақ оқыдан білім аласың. Сол үшін ақша ермей. Арақ зиян ғой, братан, каникул басталды. Каникул неге басталды? Каникул бастаса, 3-ші классқа барасың, Қайда 3-ші класс, 4-ші класс? Оны 4-ші классқа барсай бар. Каникулға, каникул. Каникул? Каникул. Шай деген 90. Сен білмейсің. Сен маған көп кішкентай болып,
ақыл үйретпей ақ қой. Мен негізі саған үйретуім керекпін ақылды. Саған үйретуім керек, братан. Саған үйрету керек. Өзің келшінші саған үйрету. Екі ұлым не болып қалды сендерге? Айдан оған шүгілей. Менің Нұрханыма кім тиіп жатыр? Дұрыс, саған ақыл үйретіп жатыр. Сен бұзық болып жатсың. Бұзық балдар.Інің енді ақыл үйрету керек қой. Ақылдыінің себебі. Сен бұзықсың ағасы болып алып. Одан да бар, ана дастархан жинаңдар. Ұлдар да дастархан жинайды ғой, мамасына көмектеседі ғой. Мен шигол жинасың, шигол. Өзің шигол, жинай. Шаштары бар ұлдар. Ақылма осы ақыл айдан менің бар жинасың. Шигол, арақшысыма бар жина. Кетей. Онда дастархан жинасақ, мани бересің, мани. Жоқ, сендер жинайсыңдар. Ұлдар жинау керек, мамасына көмектесу керек. Ұлдар да жинайды дастарханды. Әкел. Не детесің? Бұлар қырла беретін балалар екен, достар, қараңыздар. Сіздер де ұлдарыңыз осындай үйінде қырла бере ма үйлеріңізде? Мә, достар, кілең ұл болса деген болмайды екен, достар. Кілең ұл тәрбиелеу қиын екен. Тек бір-бірімен қырла береді. Шиголе, жүр дастархан жинаймыз. Әкімге ойымыз. Шигол. Өзің шигол. Жүр дастархан жинаймыз. Өзің жина. Бары. Дастархан жина. Не жатсың? Қойшы, өзің жинаш. Бар. Жина дедіңіз аң. Қау, оқтау, сынған шара, сұсымаған, күшкап нәрсе әкел. Әкелмей? Әкел. Шигол әкелмей. Өзін әкел бау. Әкел. Боксқа барып, бәрін жеп жиынып істейді. Не олд мұрның арқы отырма, мұрның ұстай бересің ол? Кетті. Ертең бәрін жеңіп тойын жатсың ба? Ағаңын жеңейін жатсың ба? Нұрхан? Айтшы. Маған оны бұлчқа келейін. Әкелмейміз әлгі айнала бергенше. Ой, мен де айналам, міне. Былайдар, қисыққа. Айтты. Бәкіш. Көрдің ба? Қыз екенің көрініп қалды баскенің. Қыз емес, просто шашы өсіп қалған. Шашы бар, олай екен достар, қараңыздар. Ağzı üstüne. Ne kıydırasın? İşte ben böyle selam. Bakın. Vay. Alsın. Muhtice sormasın be. Onlar uyutasam etmez. Hadi oğlum. Hayır. Шпагатқа отыр сен. Ұлдар шпагатқа отыра ма достар? Комментте жазыңыздар. Pavvan, o da aşağıya oturama. Otur. Oy, kızım ben. Ал достар, біздің үйдің екі қызы ұл болып ойнаған рөлдері сіздерге ұнады ма, жоқ па? Комментке жазып кетіңіздер. Қайсы ұлдың рөлі ұнады сіздерге, соны комментарияға жазыңыздар. Назымның ұл болған ма, әлде Арайдың ба? Комментке жазыңыздар. Бұл сіздерге әзіл ретінде түсірген видеомыз, достар. Ұнаса комментарий, лайк басыңыздар. Мен ұлдардың рөлін күшті ойнаймын. Сосын тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк. Достар, мен палуан қалыңдар. Екінші жасын қаласаңыздар, комментар жазып кетіңіздер. Палуан мен Нұрхан. Езіқін төбелесет екеуі. Ал келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар. Лайк басыңдар. Пока-пока деп отыр Хайканда. Ей, жаным.